Құрметті серіктестер, бүгін айдың 23-і 14-інде бері шыққан товарым үстіп келді Барнауылдан. Мынау жаңағы миға өте жақсы емдік әсерін беретін, жүрек қан тамырға мықты емдік әсерін беретін атақты лецитин глутамин деген өнімдеріңіз. Бұл мынандай жаңағы сұйық болып келеді. Қараңыздар, құрғақ келеді. Осыны өздеріңіз 100 грамм суға араластырып ішесіздер. Ал енді қараңыздар, не жерде жаңағы құрттан тазарту, қанды тазарту, міне, қанды тазарту, одан кейін жалпысы ағзаны жаңағы қан тамырдың бәрін тазартқаннан кейін, құрт паразиттің тазартқаннан кейін ішетін өнімдер дегендеріңіз мынау өнімдер болып табылады. Мынау жаңағы анемияға, мына жаңағы қанның түйіршігі азайған кісілерге өте жақсы. Мынау жаңағы жүйке жүйесі тозып жүрген адамдарға мықты. Мынау жаңағы әйел адамдардың мастолицин форте дегеніңіз не қайда? Мастопатия қайда? Сол төстің жаңағы түрлі рак аурудан тартып, бәріне жақсы болады. Ал мына асқазан ішкі құрылыстан өттен қиналып тұрсаңыздар, міне осындай мумио бальзамы дейін бар. Мына ер азаматтарға арналған шырын, жаңағы аденома, простатит бәріне ем болады. Ал мынау магний, жүйке жүйелеріңізді қалыпты жағдайға келтіруге, және де жүрекке мықты болып келеді. Бізде мына Е витаминге дейін бар. Одан кейін қараңыздар, мынау жаңа құрттан балаға үлкен кісіге де қолдануға болатын свеча түрі. Құрттың түр-түрін жаңағы тазартып түсіреді. Өте тамаша. Ал енді мынау жаңағы балалардың полный жаңағы доктор лист деген комплекс болып табылады. Мынау әйел адамдардың жатыр мойынның жаңағы ісігінен тартып, миома, эрозия, тағы да басқа эндометриоз не бар, соның барлығына өте жақсы емдік әсерін береді капсула түріндегісі. Ал мынау болғанда жаңағы геморройдан тартып бәріне емдік әсерін береді. Тамаша. Сондықтан бұл свеча түрінде тікшекі салады. Ер азаматтардың да қуғасты безі, аденома, простатит, әйел адамның миома дегенің түгеліне емдік әсерін береді. Бізде міне жаңағы қылаяғы зубная пастамызге дейін бар, ыдыс жуатынымызге дейін бар. Міне ыдыс жуатынымызге дейін бар. Сондай керемет. Ал енді қараңыздар, мынандай жаңағы шүпіректер бар. Кәдімгідей дұрыстап мына неметесіздер ғой, терезе сүрту дегеннен тартып, бәріне жақсы жаңағы уборкаңызды жеңілдетіп береді ғой. Ал енді мынау жаңа парадонтоз тістің пастасы, мынау жаңа қыз-келіншектерге мына страйктың мына жаңа жаңбырлы күн болса да суықты жаңа су жаңбыр болып су тисе де ағызбайтын сондай туш болып табылады. Ал мынау енді бүйректің сироптары. Бүйректің сироптары енді мына ұқсап жаңағы кәдімгідей бөлек-бөлек келеді. Бұның енді асқазанға, жүрекке, сосын тыныштандыратын деген сияқты түр-түрі бар. От кашля, жөтелдікі дегендер. Ал енді мынау қараңыздар. Бұл жаңағы жасыл майдың спрей, тамаққа шашады, жаңағы тамақтың іріңді ангина болып тұрса да алып түсетін сондай қасиеті бар жасыл май. Ал бізде қараңыздар, мынандай керемет жаңағы батончиктар бар. Балаларыңызға бостан-босқа жаңағы 500-600 мың теңгеге шоколадтарды алып бере бергенше, осыны алып беру арқылы сіздер міне черникасынан тартып, баланың денсаулығына ешқандай зиян шектірмейсіздер. Ал мынау балаға арналған шай. Тұмау сырқаудың кезінде температурасы көтеріліп тұрса, сонда жаңағы суықты алып түсетін керемет өнім. Ал мына қараңыздар. Мынау жаңа псарихидол дегендеріңіз, мына псария шығып кеткен, өте жаман жаңағы жарадан қиналып жүрген кісілер болса, ем болады. Жаңа псориаз дегеніңіз өте ұзақ уақытқа созылған жаман вирустық ауру болып табылады. Одан кейін мынау асқазанның жаңағы ауруларына, буын сүйекке емдік әсерін күшті береді. Асқазанның қыжылына жақсы. Бірақ та асқазанның қыжылдауы бір дегенде дұрыс болмайды екен. Оны әжептәуір уақыт ішу керек екен. Себебі сіз күнделікті ішіп жеп жатқан тамағыңызды бәрібір тарылтып іше алмайсыз. Сондықтан мынау сіздердің жедел жәрдемдеріңіз болып табылады. Ал мынау атақты тасмай дегендеріңіз осы ақ мумиомен. Бұл тасмайды күнделікті жаңағы бір мезгіл болса да, немесе екі мезгіл онақ жаңа 100 грамм суға, таза суға 10 тамшы тамызу арқылы сіздер онкологияға да ем ала аласыздар. Өте тамаша. Ұзақ уақыт қолданған кісілердің шаштары қарайып келе жатыр. Ал мынау біздің көздің тамшысы, офтальмофацилдің осы капсула іште ішетіні бар, черникасы бар, омегамыз бар. Міне енді мынау көздің тамшысы болып табылады. Ал енді цинк, селен дегендеріңізді өте бір кереметті өнім, екеу қосылғанда тамаша жаңа емдік әсерін береді екен. Ал мына қараңыздар.
мынау жаңа балалардың кәдімгідей тәтті келген шырын түріндегі бальзам, жаңа витаминді бальзам иммунитеттерін көтереді. Әсіресе мынандай жаңа құрттан тазартқаннан кейін, мынандай жаңағы құрттың свечаларын қолданғаннан кейін барып, сіздер балаларға осындай витаминдарды берген дұрыс болады. Кейбір кісілер жаңа баласында құрты барды да білмейді, немесе құрты бар болса да витамин алып беріп, ана құртты жемдеп жатады. Ол үлкен қателік болып саналады. Өтінемін сіздерден. Ондай қателік жасамаңыздар. Ал мынау біздің жаңағы атақты жасыл сабын, қара сабын дегендеріңіз міне. Осындай жаңағы үлкен ыдыста келеді. Мына жаңағы жасыл сабында 17 шөптің құрамы бар. Шаштан тартып, денеңізден тартып, бәрін жуып қолдана аласыздар. Ал мынау жаңағы 16 шөптің құрамынан тұрады. Міне, осы өнімдерді қазір бізде халқым алып үйреніп алған. Оған да шүкіршілік, міне. Өте тиімді бағада. Сосын кейін мына бетті тазарту. Бетті тазарту, қара ұлудың пенка дегендеріңіз осы. Мынау енді әжептәуір ұзақ уақытқа жетеді, көбік түрінде. Ал енді мына жаңа кератиннің үлкен қызым қолданғанды жақсы көреді. Мынау жаңа кератиннің мына шаштың бұйрасын кетіріп, сосын кейін жаңа шашты кәдімгідей жаңа бояған шашқа өте жақсы емдік әсерін береді. Бұның біреу бальзам болып табылады, біреу шампунь болып табылады. Міне, біреу бальзам болып табылады. Міне, көрдіңіздер ме? Біреу бальзам, біреу шампунь болып табылады. Бұның түр-түрі бар. Жалпысы шампуньның бізде өте көптеген түрлері бар. Сіздерге жаңағы мына нені зімбір қосылған жаңағы қызыл бұрышы бар шампунь. Бұл енді шаштың түскенінде тоқтатады, түбірінде емдеп кетеді. Өте жақсы емдік әсері бар. Ал енді қараңыздар, мына шаш дегеніңіз бірақ жаңа жұқарып, жағдайдарыңыз кетіп, жаңа шаш ұшталып кетеді ғой. Сол кезде мына жаңа мия тамыр, женьшеннің шампунь маскасы дейін бізде бар. Негіз бізде барлық өнімдердің түр-түрін табасыздар. Ал порошогымызға дейін бар. Бұл порошок жаңа универсальный порошок. Осы порошокты алған кезде мен мына кондиционерді алғанды жақсы көрем. Мына кондиционерді алған жақсы көрем. Өте тамаша, міне. Кондиционердің иісін көрсеңіздер ғой. Жаңағы бір масқара өте бір өткірді емес, бірақ та өте ыңғайлы. Жаңағы жуылған киімді магнит тартпайды, тамаша болып, сөйтіп жаңа кіріңізді жуып береді. Мынау моющее средство. Бұнымен терезе жусаңыз да, бұнымен диван жусаңыздар да, жаңа унитаз бәрін жусаңыздар да болады. Еденді де жусаңыздар, иісі әдем бұрқыраған, жаңа жылтыратып тиген жері тап-таза болып шығады. Әсіресе мына шөперектермен қолдансаңыздар, нұр үстінен нұр болады. Мынау үш түрлі. Терезе сүртетін, мебель сүртетін, жалпы жаңағы басқа шаңды алу дегендерге арналған. Енді тағы бір кезекті, міне керемет мақтағым келетін өнім, мынау сабын. Мынау жаңағы ер азаматтардың, мына жағаларын сіздер жуғалмай қиналасыздар ғой. Жуғаның өзінде де дақ қалып қояды, мына жаңа манжеттарында қалып қояды, мына жағасында қалып қояды. Әппақ киімдердің сол кезде мынаны қолмен езіп жіберіп, жуып жіберіңіздер да кітей. Сосын стиральныйға салсаңыздар, әппақ қып шығарады. Міне, қазір ұлым жақсы көреді. Жаңағы өзінің әппақ киімдерін, мына жаңағы сорочкаларын жаңағы жуып, қолданып, риза болып жүр. Сондықтан бұл жерде не жоқ дейсіздер. Керемет-керемет өнімнің барлығы бар. Ал енді тағы жаңағы сіздерге айтып кеттім кеп тұрғаны, біздің балалар үйреніп кетті. Біздің балалардың таңғасы немесе жаңағы полдник деп жатады ғой, бестің шайын ішейік деп жатады ғой. Сол кезде кешкі тамаққа дейін осы өнімдерді жаңағы бір 3 қасықты, 5 қасық жаңағы үлкен қасықпен салып жіберіп, бір 200 грамм суға немесе сүтке негіз араластырған күшті болады екен. Сөйтеді да, бітті, бұқтырғаннан кейін бір 5 минуттан кейін дайын болып шығады. Міне қараңыздаршы, ешқандай ағзаға кері әсерін тигіздіртпейтін, зияны жоқ тағам болып табылады. Міне осындай жаңағы өнімдер міне бізде. Бұның ішінде не жоқ дейсіздер? Бұның ішінде бәрі бар. Міне жаңағы злаки деп жатады. Жаңағы жеміс жидек деп жатсыздар, Міне көріп отырсыздар ма? Бәрін. Міне осы жаңағы таза табиғи тамақ ретінде қолдана аласыздар. Рахмет назар аударғандарыңызға. Бателмен бірге денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін.